Қадірменді көрермендер, қоғам өмір бір орында тұрмайды, үнемі өзгерістер болады. Осы өзгерістерге сәйкес сурет өнері де, жалпы шеберлікте үнемі өзгеріп тұру керек. Бұл оңай шаруа емес. Бүгінгі әңгімеміз осы қоғам мен сурет шеберлігінің арасындағы арақатынас туралы болмақ. Ғылыми кеңеске қош келіпсіздер. Қадірменді қонақтар, жайғасыңыздар. Бейнелеу өнерінде бұл өзі әркімнің өзінің мүмкіндігі бар, әркімнің интеллектуалды деңгейі бар. Стилі бар деңізші. Стилі. Вот сол арқылы соны көрсете білсе, ол құндылық болады. Рената Гутуза Шарденовті жұмыстарын қызықтап, Амандос Ақанаевтың еңбектеріне сол қызықтап, қарап, соның төңірегінде жаңа үлкен әңгіме қозғағанын көрдік өз көзімізбен. Әсіресе бейнелеу өнеріне байланысты визуалды қабылдау дейді. Көзбен көріп қабылдау жаңағыдай қабілетін дамыту керек суретшінің. Өйткені суретші үшін ең бастысы көзбен көріп қабылдай алу, сезіне алу. Әлемдік деңгейдегі өнерді істейтін сондай жастарды тәрбиелеуімізге тырысып жатырмыз біз, мысалы. Мынау атақты біздің суретшілер, Қазақстанның сурет өнерінің негізін салушылар Қанапия Телжанов, Молдахмет Кенбаев, Айша Ғалымбаева, Гүлфайрuz Исмаилова, Сақи Романов, Сидоркин, тағы басқа суретшілер. Осы кісілердің шеберліктері сөз жоқ. Осы суретшілер, міне осы ұлттық мектептің негізін қалаушылар. Ал енді бүгінгі жастар осы ұлттық мектептің осы мына жаңа айтқан суретшілердің шығармашылығына еліктей ме, әлде еліктемей ме, немесе басқа бір үрдіс бар ма? Осы заманда мынау ұлттық үрдіс өнерде өзінің көріністерін тауып жатқаны ол сөз жоқ. Жаңағы сіз айтқан біздің ақсақалдарымыз Телжанов, мынау ар жағы Қастеевтен бастаса, осының барлығы әрине олар ұлттық мектепті қалыптастырды. Иә. Енді осы ұлттық мектеп деген не? Бейнелеу өнерінде бұл өзі қалай көрінеді деген мәселе келетін болсақ, бұл өнердің өзі басқа өнер саласына қарағанда кішкене өзгешелігі бар. Себебі ең басты нәрсе бұл бейнелеу өнері қазіргі біздің түсінігіміздегі ол енді кескіндемесі бар, графикасы бар, мүсіні бар. Осының өзі бізге 20-шы ғасырда келді ғой. Біздің жалпы ұлттық дәстүр о жағынан жоқ, одан бұрын бізде болған жоқ. Бізде халық өнері болды. Әрине біз қазір айта аламыз, онау жалпы мүсін өнері біз түркі дәуірінен келе жатыр дейміз. Сақтардан бастап келе жатыр дейміз. Оның барлығы арғы тегі бар екен рас. Бірақ мынау бейнелеу өнері жалпы мынау кескіндеме болып, графика болып, ол әрине тек қана 20-шы ғасырда қалыптасты бізде. Сондықтан да осының алғашқы қарлығаштары жаңағы Әбілхан Қастеев, Әбубәкір Исмаилов, оның бер жағында жаңа Телжановтар, мінекей осылар жаңағы кеңестік дәуірдегі социалистік реализм бағытында негізін қалады. Енді осылардың жолын қуып келе жастар бар ма деген сұраққа келетін болсақ, әрине бар. Бірақ біздің бейнелеу өнеріндегі бір нәрсе бар, ол енді тек Телжановты дәл өзінде қайталау ол мүмкін емес. Тіпті Қастеевтің өзінде дәл Қастеевті салатын адам мүмкін жоқ шығар, өйткені ол мүмкін емес. Ал бірақ Қастеевтің дәстүрі бар. Ол ұлттық тақырып, ұлттық бейне. Мысалы, Қастеев сияқты қазақ ұлтының киім киісін, жүріс тұрысын, мынау адамның тұрқы жалпы. Мысал келтіре кетейін, Қастеевтің мен қарындасымның портреті деген бір суреті бар. Ең алғашқы суреттердің бірі. Сондағы жаңа бір жас қыздың киім киісі, міне осының барлығы мына жетісу қазақтарының дәстүрін көрсетеді, мәдениетін көрсетеді. Міне бұл ұлттық өнер, бұл ұлттық дәстүр. Ал дәл сондай суретті мысалы Исмаилов салған жоқ, немесе Телжанов салған жоқ. Олар басқа жағынан келді. Міне сондықтан да бүгінгі таңда жастар осы ұлттық дәстүрге қалай қарайды дейсіз ғой. Олар әрине Қастеев сияқты қарамайды. Өйткені ол осы заманның адамдар. Бүгінгі бізде бейнелеу өнерінің тілімен сөйлететін, айтатын проблема басқа.
Сондықтан да қазір әрине дәл осы неге бүгін тележарым жоқ, неге бүгін Мәмбиев анау сияқты ағалар сияқты сурет салмайды деп айту бір жағынан артық та болады, екінші жағынан оны олай болудың керегі де жоқ. Өйткені бейнелеу өнерінде бұл өзі әркімнің өзінің мүмкіндігі бар, әркімнің интеллектуалды деңгейі бар, стилі бар деңізші. Стилі. Вот сол арқылы соны көрсете білсе, ол құндылық болады. Қадірменді телекөрермендер, сіздер ғылыми кеңес бағдарламасында еліміздегі көркем сурет мектептердің дәрежесі, ізденіс және шеберлік деген тақырыпты көріп отырсыздар. Осы тақырыпқа байланысты біздің журналистер жинақтаған сюжеттер бар екен. Соған назар аударыңыздар. Жер бетіндегі өркениет пен мәдениеттің іздері өнер арқылы таңбаланып бізге жеткені анық. Соның ішінде қайта өрлеу дәуіріндегі бейнелеу өнеріне қуатты шешімдер, буырқанған тың жаңалықтардың молдығы, тереңдік тән. Қайта өрлеу өнерінің классикалық үлгісі Италиядан бастау алады. Өйткені 13 және 16 ғасыр флоренциялық, венециялық, умбриялық, феррарлық және тағы басқа көркем сурет мектептерінің қалыптасып дамуымен ерекшеленеді. Оның ең көрнекті өкілдері Мазаччо, Андреа дель Кастаньо, Фра Анжелико, Сандро Боттичелли сынды шеберлер еді. Ең алдымен табиғат талант беру керек. Сол таланттарын, сол европалық білімін мына ұлттық сезіммен орап жасаған дүниелері, ол қадау-қадау кезеңдік дүниелер болып қалды. Бұл тұрғыда Франция мен Нидерландтың жаңа реалистік бейнелеу өнерінің басталуы 14-15 ғасырларда Бургундияда пайда болса, ал неміс көркем сурет мектебінің қалыптасуы қайта өркендеу өнерінің ірі өкілі Альбрехт Дюрердің шығармашылығымен тығыз байланысты. Кейін өнер дамуы бүкіл Еуропаны қамтыды. Испания, Голландия, Ұлыбританияда ұлттық көркем сурет мектептерінің негізі қаланды. Жанр жүйесі нақтыланып, өнердің стильдік белгілері арқылы ортақ көркемдік жүйе пайда болды. Бұл кезеңде айқын мазмұнда классицизм, динамикалық барокко, табиғаты ойнақы рококо жанры қалыптасты. Ал 19 ғасыр мен 20 ғасырда Азия елдерінде де бейнелеу өнерінің ұлттық мектептерінің негізі қаланы бастады. Мысалы үшін Телжанов пен Мәмбиевтің жазу мәнерлері әртүрлі. Бірақ екеуі де керемет деңгейі бір қабылданады. Және сол кісілерге еліктеп шыққан суретшілер бар. Телжановтан оқыған, мысалы Талғат Тілеужанов деген біздің бауырымыз бар. Тамаша тарихи суреттерді жасап, сол ұстазынан да ары қарай шеберлігін шыңдап, тамаша дүниелер беріп келе жатыр. Өзінің төл тарихын тасқа басқан көшпенділердің бейнелеу өнерін әшекейлерден бастап күнделікті тұрмыстағы бұйымдар мен қару-жарақтар, ат әбзелдері, киіз үйдің жасау жабдықтарын безендіру ісінен айқын көруімізге болады. Кәсіби мамандардың айтуы бойынша композиция құру, кеңістікті меңгеру, түр мен түсті үйлестіруді, кескін мен пішін бояу арқылы мазмұн түзуді біздің аталарымыз бен аналарымыз ешбір жоғарғы оқу орнын бітірмей-ақ білген. Музыкада классикалық туындылар сияқты сурет өнерінде де мынау реалистік дүние, реалистік өмірді көрсете алған шығармалар әрине оның халыққа түсінікті және оның өмірі ұзақ болады деп ойлаймын. Енді ол мына бүгінгі заманауи, қазіргі замандағы жаңа бір өзінің ойын, өзінің бір сәттік психологиялық бір сезімін берем деп, не болмаса соны бояу арқылы ғана тіпті суреттің түсінбейтін суреттер көбейіп кетті. Олардың енді айта алмаймын, енді олар сол өз деңгейінде қалады. Қазақтың тарихы, дүние танымы, сан ғасырлық рухани тәжірибесімен ұштасқан бейнелеу өнері өзіндік құбылыс ретінде бүгінде қарапайымдылықтан күрделене, көркемдік деңгейі биіктей отырып болашаққа бет алған. Темірбек Жүргенов өнер академиясының мектебінде бейнелеу өнерін біз сонау Тамғалыдан бастау алдыртамыз балаларға. Өйткені бейнелеу өнерінің басты заңдылықтары бар ол жерде. Ол тұста да сонау жаңағы қола дәуірінде дейміз, түркі замандарында дейміз ба, қазір енді екінің бірі атты салып жүр, атты адамды салып жүр. Оны сауатты салудың заңдылықтарының өзі сол тұстарда жатыр. Айта кететін болсақ, Тамғалыда аттың бейнесі тұрқы ұзартып салынған. Ол атқа динамика береді, іс-әрекет қимыл береді.
Ал сол заңдылықтардың өзін сол замандарда білген. Ол тұстарды біз сол жаңағы біздің тарихымыздағы үлгілерді балаларымызға жаңағы бойына дарыта біле, сол тұстардан бастауымыз керек. Біз енді 20 ғасырда ғана орыстан үйреніп, сауатымыз ғана ашылды десек қате кеткеніміз. Жаңағы дәстүрлі өнерді тікелей айтуымыз керек. Сол жаңағы біздің ұсталарымыздың өнері барлығы қазір даму процесінде, енді сол дәстүрлі өнерді үлкен жалғастырып атқан, әлемдік дәрежеде жақсы мақтанышпен көрсетіп жүрген Есте Даубай қазір сабақ береді бізде. Берік осы мектепті бітірген жаңағы Дәркембай ұстаның мектебі десек те болады, қолданбалы өнер. Оның жаңағы айтып кетуіміз керек, тек қана дәстүрлі тұсын емес, оның үлкен жаңа бағыттары бар, қилы көріністері бар. Емаль өнерінің кезінде жаңағы үйретіп кеткен Данияр ұстаны Байтұрсынаға білесіз. Оның қазіргі жаңағы жақсы өнерін заманауи ұсталық өнерімен, зергерлік өнерімен көрсетіп жүрген шәкірттері бар. Аман бар, жаңағы содан кейін Рысбеков Серік бар. Емаль өнерінде жаңағы үлкен жаңа қырынан қазақ бейнелеу өнеріндегі, қазақ ұсталығындағы, зергерлігіндегі әдемі заманауи еңбектерін ұсынып жүр. Олар мынау әлемдік жаңағы үлкен көрмелерде бағасында алып жүр. Ал енді мынау Салахиддин Айтбаев, Әли Жүнісов, Шаймардан Сариев сияқты талантты адамдар, салат суретшілер осы жаңа бір леп әкелген сияқты біздің. Мынау осы жағында мынау қазақилық бар сияқты. Қалай ойлайсыз Болат мырза? Социалистік реализм деген мектепті мысалы 50-ші, 60-шы жыл, 70-ші жылдарға дейін келді ғой. Сол кезде барып жаңағындай ағаларымыз, Айтбаев ағаларымыз, Сыздықанов ағаларымыз, солар 70-ші жылда өзінің бір қазақи ұлттық қолтаңбасы емес, жалпы бір колоритін мысалы қалыптастырды. Бостандық пайда болды. Бостандық, мына өнерде деген бостандық пайда болып, соны креативті бұзып, мысалы алдыңғы мына реализм мектебін сөйтіп өзіндік бір қолтаңбаларын, өзіндік бір ұлттық ізденістерін көрсете бастады. Сол сөйтіп сондықтан ол уақытты бір шынында да айтып жатамыз ғой, ренессанс деп, мына қазақ бейнелеу өнеріндегі ренессанс сол көтеріліп жаңағыдегі жалпы мықты қалыптасқан кез еді. Сол қалыптасып, егер мына енді біз 90-шы жылы мына мемлекетіміз ыдырап сөйтіп бөлініп кетті ғой, егер мысалы сол қалыпта келе жатқанда, ол біздің қазір Қазақстан суретшілеріміз солымыз одан да жоғарылап әзір үлкен жетістіктерге жетуі де мүмкін еді. Тек қана бір сол кезде бір ыдырап, қайтадан қазір қалыптасып, енді міне мысалы қайтып көркейіп келе жатырмыз ғой, енді ұлттық өнерді көркейіп келе жатырмыз. Мынау бейнелеу өнерінде жаңа социалистік реализм, академизм деген біздің жалпы методологиямыз бар. Ол жаңағы орыстың реалистік мектебінен қалыптасқан, ол ар жағынан немістен келе жатқан. Міне сонда жаңағы өзі кескіндемені жазу технологиясы деген бар. Ана бояуды қалай жағу керек, ол бояу қалай жұмыс істеу керек, жаңағы формаға байланысты жаңағы деген сияқты. Міне содан шықпау керек еді кеңестік дәуірде. Ал енді жаңағы сіз айтып отырған Айтбаев, Сариев, Әли Жүсіпов. Міне осы кісілер өте, сіз дәл айтып отырсыз, бұл кісілердің кескіндемесінде бір ерекше өзіндік формалар пайда болды. Кескіндемелік формалар. Ол қайдан дейсіз ғой? Ол мына Совет үкіметінің соңғы бір жылдарында кішкене бір босаңсыған уақыт болды ғой. Кішкене шетелден бір радио тыңдайтын болдық, жариялық. Анау Америкада Рокуэлл Кент, мысалы. Солардың кезінде әсіресе мынау кімдер жаңағы Айтбаевтар, жаңағы анау Мексикадағы Сикейра, Ривьера деген суретшілер болды. Олар ұлттық жаңағы сондай бір керемет. Ол кезде о жақта да жаңағы тәуелсіздік алған кездері, еркіндікке басырған кез. Міне сол суретшілер біздің суретшілерге өте жақсы әсер етті. Біз жаңағы академиядан шығып, мынандай бір еркіндікке баруымыз керек деген ой келді. Сөйтеді жаңағы кімдер Айтбаевтар, Сариевтар жаңағы басқаша бояуды қолдана бастады, басқаша мазоктар жасай бастады. Сөйтті дағы бір ерекше кескіндеме пайда болды.
арман қуып, өнер қуып Алматыға келгенімізде өзіміздің сезген жағдайымыз, айтып кеттіңіз ғой, Рената Гутуза келіп жатқан кез, Рокуэлл Кенттің келіп жатқан кездері сол 70-ші жылдарда. Сол кезде ол кісілер біздің суретшілерге баға бергенін білдік, көрдік, өз көзімізбен. Сонда Рената Гутуза Шарденовті жұмыстарын қызықтап, Амандос Ақанаевтың еңбектеріне сол қызықтап, қарап, соның төңірегінде жаңа үлкен әңгіме қозғағанын көрдік өз көзімізбен. Осындай үлкен тұлғалар мына біздің қазақ бейнелеу өнеріндегі болып жатқан өзгерістерге, сол кездегі өзгеріс айтуымыз керек. Үлкен бір өзгеріс болды. Айтуымыз керек, Телжановтар, жаңа Кенбаевтар үлкен мынау ренессанс алғашқы буын толқындардың әкелген болса, мынау сол классикалық өнерден кейін Европа әлемдік өнерде импрессионизм келді емес пе? Сол сияқты жаңағы біздің импрессионистер сияқты үлкен басқа бір бояу буырқанған үлкен бір өзгеріс келді. Жаңағы тарихта қазақ бейнелеу өнерінде. Сол сияқты Шарденовтың, Амандос Ақанаевтардың бірнеше тұлғалардың еңбектеріне көңіл аударылды. Ал Рокуэлл Кент келгенде Қастеевтің еңбектің сол кездерде қатты бағалап кетті. Жаңағы үлкен бір Қастеевтің еңбектеріне деген бір жаңағы бетбұрыстар бағасы көтеріліп жатқан кезеңдер сол болған болар. Келесі жылы Телжанов Ақсақалдың 90 жылдығы. Соған қарай біз жаңағы үлкен ғылыми екі кафедра Болат Сырлашұлының әрине сіздердің кафедраларыңыз бірігіп үлкен бір жаңағы іс атқарылайын деп отыр. 90 жылдық айтуымыз керек. Қазақ бейнелеу өнеріндегі үлкен жаңағы оқиға болды. Ренессансын қалыптастырған азаматтар болды. Олардың әрине шәкірттері жоқ демейміз. Осы ашық жарқын бір шәкірттерінің бірі Тілеужановтың еңбегін алдыңғы жылғы мынау жаңағы қазақ хандығының тұсында үлкен еңбектерімен жаңағы қай тұста болмасын соның еңбектері көрініп жатты. Телжанов Қанапия ағамыз 90 жылдыққа жасайық деп жатырмыз. Осы кісі бәленбай көптеген шәкірттер дайындады деп жатсыздар. Ал енді осы кісінің сурет мектебінің бір өзінің ерекшеліктері бар ма? Қанапия Телжанов ағамыз біздің Жүргенов академиясында өзіндік мектеп қалыптастырып айтуға болады. Себебі ол кісі ондаған жыл сабақ берді. Соның кейін өзінің жаңағы қолтаңбасының, өзінің жаңа бейнелеу өнерінде әсіресе кескіндемедегі өзінің ерекшелігі бар. Осының бәрін әрине шәкірттеріне үйретті. Оны енді жаңа басында айттым ғой, мен жалпы дәл Телжановтай соның мектебін алу керек, осы Телжанов сияқты сурет салу керек деген ой тумау керек. Телжанов әрине жақсы бағыт берді. Оның бағыты жаңа біз айтқан реалистік академиялық бағытта өте бір динамикаға толы, бояуы қанық, сондай бір керемет картиналар жазды. Міне осының өзі мектеп. Міне жаңа Бәкең айтып отырған жаңа Тілеужанов Талғат мысалы сол Телжанов мектебінен шыққан шәкірт деп айтуға болады. Солардың бояу таңдауын жаңағы сурет салу үрдістерін қарап отырсаңыз, шынында да Телжановтың бір ерекше бір динамикасы соларда бар сияқты. Ән өнеріне қарағанда сурет өнерінің бір ерекшелігі бар, өзгеше. Онда шәкірт тәрбиелегенмен, ол шәкіртті дәл өзін қайталауға тәрбиелемейді. Ол керісінше, ол шәкірт өзінің қолтаңбасын қалыптастыру керек болашақта. Солай тәрбие беріледі. Сонда ғана ол дұрыс ұстаз болып табылады. Осыған байланысты мысалға Европа мектептеріндегі де өнер мектептерінің қалыптасуына байланысты айта кететін болсақ, мысалға бізге белгілі, мысалға қайта өркендеудің соңына қарай 17-ші ғасырларда жаңағы майлы бояу шыққан кезінде, осы кезден бастап шәкірт тәрбиелеу деген бастала бастады. Кейін академиялық білім берудің 18-ші ғасырда қалыптасып, ары қарай осы бүгінгі күнге шейін жеткен білім берудің бейнелеу өнерден білім берудің жүйесі қалыптасты. Ал енді сол кездің өзінде шәкірт ұстазының жаңағы шеберханасында барып жұмыс істеген кезде, ол ұстазы оған былай сал деп үйретпеген. Ол қарап жүріп, соның қалай салатын, қалай бере алады, ол не істейді,
деген сияқты, яғни ол шәкірттің қолынан не болмаса соның бір үйреткеннен емес, шәкірттің жаңағы жасалған, жазылған жұмыстарын өзі зерттеу арқылы үйренеді. Бұның ерекшелігі бар білім алу саласында. Шәкірті де ғана бояу жағатын тақтайын ұстап тұрған бейді. Иә, палитрасына келіп, оны сүртіп, тазалап, кенебін керіп беріп, сондай жұмыстарды істеген. Бұл жерде мына нәрсені айта кету керек. Жалпы білім беруде мысалыға әсіресе бейнелеу өнеріне байланысты визуалды қабылдау дейді. Көзбен көріп қабылдау жаңағыдай қабілетін дамыту керек суретшінің. Өйткені суретші үшін ең бастысы көзбен көріп қабылдай алу, сезіне алу. Айтылды ғой, тас кезеңінің өзінде жаңағы суреттер салынған, бірақ ол суреттер бөлек қой. Ол заманның жаңағы адамдарының қабылдау ерекшелігінен туған бейнелер. Ал бүгінгі қабылдау бізде ерекше, бөлек. Кескіндеме қазір заман талабына қарай монументалды кескіндемемен толықтырылды. Монументалды кескіндеме қазір енді қайда барсаңыз да қазір бізде бүткіл дамып жатқан елімізде үлкен ғимараттар қосылып жатыр. Архитектуралық, сәулеттік. Сол сәулеттік ғимараттарды кім безендіріп жатыр? Кеңес өкіметі тұсында бізге сонау шетелде, мынау Мәскеуден әлде жаңағы шетелден келіп қана жасап беретін үлкен мамандар. Ал сол мамандарды қазір бізде түгелдей өзімізде даярлап, өзіміздегі үлкен сұраныстарды қамтып жатқан мамандарымыз қалыптасты. Ол айтап кететін болсақ, алысқа бармай-ақ осындағы Алматыдағы мынау метроны көркемдеп безендірген осы бірінші орын неден алды? Өйткені өзінің функционалдығымен жаңағы көркем безендірілгенігімен осы әлемдік жаңағы бағасын алып отыр. Сол жаңағы біз мақтан тұтуымыз керек. Өзіміздің түлектер жаңағы мозаикада болсын, витражда болсын, жаңағы мүсіндік өнерде болсын, оның қилы жаңағы тәсілдерін бәрін орындап жатқан кімдер? Бұл осы қазақ бейнелеу өнерінің мектебінің түлектері. Алғашында мынау үлкен мешіттер салынып жатқанда, ол түгелей арабтың жаңағы парсының үлгілерімен салынып жатты. Қазір тікелей ішінде басымдылық қазақ орнаментикалық өнері сол жаңағы сәулетті ғимараттан орын тауып отыр өзінің тікелей. Сонымен үлкен толыққанды үйлесімділігін тауып отыр. Оған біздің мынау бітірген түлектеріміз, шеберлеріміз тікелей жаңа қатынасы бар деп айтсақ болады. Мысалы бізде Ескен Аманжол Сергебаев деген ағамыз, мына скульптор. Сол кісі мысалы мына өзінің методикасын жазған кезде, енді бізде реалистік мектеп Россиядан алдық дейміз ғой. Ол кезде олардың өздерінің бір методика, оқу методикасында ол жерде күн аз ғой мысалы. Күннің сәулесі аз. Сондықтан олар көбінесе қараңғы жерде, және де мына электр жарығын қолдана отырып сөйтіп жұмыс істеген. Қазіргі кездерде мысалы кескіндеме саласында біз мына электр шамдарымызды қолданбаймыз. Өзі табиғи жарықты, күн сәулесінің жарығын қолданып, сол арқылы мысалы бояу түстерін табамыз. Сондай да сол сияқты ерекшеліктер біздің методикада мысалы өзімізде әдістемелік методикалар қалыптасып, әдістемелік сондай бағдарламаларда қалыптасып мысалы ерекшелік Қазақстан мектебінің сурет салу мектебінің сол бір кішкене сол сияқты ерекшеліктерменен өзінше бір үлкен бір мектеп қалыптасты біздің мысалы бейнелеу өнері. Бүгінгі тақырыпқа байланысты қойылған сұрақтар бар екен, сол сұрақтарға жауап берейік. Қазақстанда алғашқы рет 1929 жылы жетісу суретшілерінің көшпелі көркем сурет көрмесі өткен екен. Қазіргі таңда осындай көрмелер жиі ұйымдастырылып тұра ма? Ондай көрмелер әрине әсіресе совет дәуірінде өте көп болған. Енді қазір біз ондай көрмелер өтіп жатыр деп айта алмаймыз, себебі қазір жалпы бейнелеу өнерінің, жалпы өнердің барлығы қазір басқаша бір жүйе көшті де, ол тек қана жеке суретшінің ғана еңбегіне, оның жаңағы ынтасына байланысты. Көрме жасайым десе жасайды, жасамайым десе жасамайды. Алан жаңағы жүйелі түрде мемлекеттік дәрежеде қазір көрмелер болғанда жаңағындай көшпелі көрмелер, олар өтіп жатыр деп айту артық болады. 20 ғасырдың басында Қазақстан бейнелеу өнері жаңадан қалыптасып келе жатқан кезеңде көшпелі көрмелер ұйымдастырылды деді. Бұл сол кезеңдегі кеңестік идеологияның да жұмысы сияқты. Ал енді бүгінгі күнде бұл үрдіс бізде тоқтап қалып отыр. Өнерге деген мүмкін
көзқарастың өзгерісі, не болмаса басқа да түрлі себептерге байланысты болуы мүмкін. Сондай бір нәрселерді біз кейбір жақсы дәстүрлерді жоғалтып алып отырғанымыз рас. Бірақ нәрсе жетіспейді қазір. Дәріптеу жетіспейді, насихаттау жетіспейді. Өйткені жаңа Қалдыкөл айтпақшы, кеңестік дәуірдегі сияқты идеологиялық мәселе бізде қазір болмай тұр. Сондықтан да бейнелеу өнері немереге пайдалануға болады, бейнелеу өнері. Қазір тек қана интерьерді әшекейлеу үшін ғана пайдаланып жатырмыз. Оның айтары да мүмкіндігі де өте зор. Қазақтың бейнелеу өнеріндегі графика мен мүсін өзінің дамуында кескіндеме өнерінен кейін қалып қалған жоқ па? Графика өнері қай кезеңде болмасын кенжелеп тұрғанын біз тарихтан білеміз. Мынау дағдарыс 90-шы жылдар графика өнерін қатты құлдыратып жеткенін білеміз. Өйткені сол замандағы біздің жаңағы үлкен танымал Қадырбек ағамыздың айтқан сөзі бар еді. Мен сол кезде мынау графика өнері ешкімге керек болмай қалды деп. Ал қазір Темірбек Жүргенов өнер академиясында толыққанды графикаға оқытатын бейнелеу өнері мектебі қалыптасқан. Шүкірбеков, Қанат, Ағымсалы, Дүзелханов, әлем таныған азаматтар. Өйткені мынау графика өнерінің қыр-сыры өте көп. Мынау көбінесе линогравюра өнері кең, бірақ сондағы афорт, литография, мынау түрлі қыр-сырлардың бәрі сол жерде меңгерген азаматтарымыз, жастарымыз. Қазір айтуымыз керек, мақтан тұтамыз, алғашқы толқыны қазір шығып, мынау мұхитты асып, алтын медалист болған Табысбек Толқын қазір танымал суретші болып жүр. Кеше ғана бітірген азамат сол графика саласында. Жаңағы графика өнері кескіндемеден қалып қалды ма, қалмады ма деген пайымдауда графика шынында қалып қалды. Себебі дейін. Мынау нарықта қазір мысалы кескіндемені көбел сатып алады. Живописті ғой. Өйткені мына живопись өнері кескіндеме ол жаңағы келепке салынады, май боямен салынады, ол жақсы сақталады. Сондықтан да ол жаңағы түрлі түсті болып келеді. Сондықтан да оның өтімдірек болып жатқаны содан. Ал графика мәні жағынан, өнердік құндылығы жағынан әлде қайда жақсы болуы мүмкін кескіндемені. Бірақ жаңағындай қағазға салынатындықтан, оның жаңағы күнге тигенде сарғайып кететіндігінен оның кішкене жағы өтімділігі төмендеу болып жатыр. Мынау қайта өрлеу кезеңіндегі сонау Рубенстің замандарынан да байқаймыз. Ол Рембрандтың заманында да болған. Графиктер қалыс қойып қалып жатты. Міне соны сіз дұрыс ашып айттыңыз. Ұлттық бейнелеу өнерінің 21-ші ғасырдағы даму бағытын қалай болжайсыздар? Өнертанушылардың, жалпы өнер бағытындағы адамдардың, ізденушілердің айтып жатқан енді негізгі екі бағытты дейді алынып отыр. Бұл дәстүрлі өнер, яғни кәсіби бағытта дамып келе жатқан, академиялық, реалистік бағыттағы, ал енді сонымен бірге contemporary арт, яғни заманауи өнер. Бұл салада әртүрлі салаларға да бөлініп кетіп жатыр бұлардың ішінде. Бірақ осы жерде бір нәрсе тағы да айтқым келіп отыр. Жақында ғана мен Серікбол Қондыбай дегеннің Арғы қазақ мифологиясы деген кітабын оқыған едім. Сол кезде бір ойыма келгені, ол айтады, мынау сонау көне дәуірлерде осы қазіргі Қазақстан территориясында ұлы дала мекендеген көшпенділердің мәдениетінде қалыптасқан басында жаңағыдай миф қалыптасты дейді. Сол мифті жеткізуші жаңағы адамдар болды, олар абыздар болды дейді кейін. Сол абыздар, сол мифті жоғалып кетпесін деп үнемі қайталап жеткізіп отыр дейді. Ал кейіннен бар бұл шаманизмге ауысты дейді. Ал енді мынау мұсылман дінінің келуіне байланысты одан кейін, яғни бұрынғы біздің мұраларымызды жоғалтып бара жатырмыз дейді. Көмескіленіп. Ал енді суретшінің қарап отырсаңыз, осы заманауи өнеріндегі кейбір шамандық элементтерді алуының себебі мүмкін сондай бір ілкі заманға бастауға қайта қайнар көзге адамды қайтадан алып келіп жатқан сияқты. Соны қайталап адамның рухын қайта жаңғырту, қайта ояту сияқты. Кейінгі кезде көркемдік деңгейі төмен көрмелерді жиі көруімізге тура келеді. Бұл ненің белгісі?
көркем өнерді бағалауда оның бір шаблоны ма, бағас беретін бір рейтингісі жоқ бейнелеу өнеріне байланысты. Ол өнер бір шетінен мынандай нәрсені ескерген дұрыс. Өнер кәсіби жоғарғы шеберлікпен орындалған өнер болуы мүмкін. Өте керемет сызылған, өте орынды табылған композициясын сондай сауатты шешілген. Ал енді сонымен бірге мынандай нәрсені де ұмытпау керек бұл жерде. Бейнелеу өнері бұл рухани құндылықтармен, адамның ішкі жан дүниесімен сәйкес болғандықтан, сондай нәрселерден туылған көркем дүние ол келесі адамда да бір сезімдерді оята алатындай болу керек та. Сондықтан бұнда баға беру қай кезде де, тіпті біз өнер тарихынан білеміз, бұл өнер емес деп сырт айналып кеткен, оған былайша айтқанда қарсы болған өнерлердің барлығы бүгінгі күнде өте жоғары бағасын алып отыр. Сондықтан да өнерді нашар, басқа деп айтудың өзі бүгінгі күнде өте қиын. Мен бір Луврде болғаным бар, Парижде. Сонда анау Мона Лизаның алдында халық, бір керемет ананы енді бүкіл әлемнен кейін халық сол суретке ынтық. Жанына жетіп, соны бір көру, бір кереметтей қиын әгі. Бәленбай, жүздеген адам, тіпті залы үлкен, соны Мона Лизаны қойған зал. Соның өзінде соған халық сыймай. Ал енді қалай ойлайсыздар, сондай дәрежеге біздің халық жете ме? Сондай дәрежеде біздің шеберлер сондай суреттер сала ма, салмай ма? Қалай ойлайсыз, Байтұрсын? Біз оған жетуіміз керек. Жетуіміз керек. Біз неміз кем? Француздардан, итальяндықтардан. Біз әлде білмейміз де, мүмкін бар да шығар. Өйткені уақыт таразы, уақыт бағасын береді. Джаконда деген өз дәуірінде Леонардо да Винчи жасап кеткен дүние ғой. Енді жаңа қайтөрлеу дәуірі деп солардан басталды. Бізде ондай өнерлі азаматтар шықпайды деп айтуға тағы болмайды. Себебі біздің халық өте талантты, өте дарынды. Мүмкін қазірдің өзінде сол арамызда жүрген шығар, сол Леонардо сияқты, Джаконда сияқты шығарма жазатын азаматтар. Оның бәрін әрине уақыт көрсетеді. Бірақ жаңа сіздің айтқаныңыз өте дұрыс. Біз сол өнерді қабылдайтын, сол өнерге баға беретін, сол өнерді дұрыс көре білетін халық, көрермен дайындауымыз керек. Қалыптасу керек. Бейнелеу өнері ол баланың мынау кеңістікті көруіне, кеңістіктегі формаларды көруіне, оның жаңағы жалпы ол кеңістік деген сөз мына дүние деген сөз ғой, әлем. Міне сол әлемді қабылдау, көз мөлшерін, көзді жаңағы әдемілікті бәрін қалыптастыратын сол бейнелеу өнер. Көркем кескіндеме өнерін дамытатын орталық мемлекеттік бағдарлама бар ма? Жоқ, ондай бар. Ондай да бағдарлама жоқ, өкінішке орай. Бұл енді Мәдениет министрлігінің құлағына алтын сырға, бұл мәселе үлкен, қазақтың дамуына керекті, біздің жалпы рухани, мәдени дамуымызға керекті дүниенің барлығын біз өкімет, біздің билік өкінішке орай назардан тысқары қалдырып отыр. Мынау өзекті өнер. Осы бүгінгі күннің шындықтарына сәйкес мәселелерді суретшілер түрлі діни экстремизм бар қоғамда, терроризм бар, мынау нарықтық қатынастардағы адамдардың бір өте бір қатыгез болып кетуі, көмектің азаюы деген осындай бір өте маңызды әлеуметтік мәселелер бар. Осыған бір жауап беретін туындылар шығара ма, туындылар тудыра ма, суретші қауымы назардан тыс қалдырып отыр ма? Ол заманауи өнердің бір ерекшелігі, бұл астарлы айтылады. Бұл жаңағыдай саяси нәрселерді бұлай айта салуға да болмайды, өзіңіз білесіз. Ал енді соны астарлап, сондай бір символдап айтқаннан кейін бұл өнер көбінесе түсініксіз болып қалып жатыр. Қадірменді көрермендер, сіздер ғылыми кеңес бағдарламасында еліміздегі көркем сурет мектептерінің даму дәрежесі деген тақырыпты көріп отырсыздар. Ал енді осы тақырыпқа байланысты тағы да бір мәселе, мынау біздің ұлттық ерекшеліктеріміз, ұлттық мектептердің қалыптасуы. Осы жағында қандай бір ізденістер бар? Осы жағында бір қандай жаңалықтар бар? Оқу стандарттарымыздың бәрі сол ұлттық бейнелеу өнерін дамыту. Соны мысалы әлемдік деңгейге көтеру, үлкен өнерді.
жалпы біз сол салада істейміз. Сондықтан да бізде ол жағына келген кезде бізде қазір мен өзіміздің академияны алатын болсақ, академиядағы студенттер, жастар мысалы қазір бұрынғы кеңес өкіметімен қара салыстырған кезде қазір біздің шегара ашылды ғой. Шегара ашылды, кеңіді. Сондықтан біздің қазіргі жастардың көзқарасы мысалы өнерді салыстыру, және шет елдерге шығу, оны көру деген қазір олардың мүмкіншіліктері зор. Мысалы, біз жақында ғана осыда студенттерімізді, мысалы, біз жаңағы көрдік қой, мына Венеция, Флоренцияға студенттерді алып барып, жаңағыдегі Ренессанс өнерін көрсетіп келген, жоғары өнер деген өнерді. Ол енді мен ойлаймын, қазір жас студенттер соларға қарай отырып, өзіміздің ұлттық өнерімізді сол деңгейге көтеруге жаңағыдегі талпынады, тырысады деп ойлаймын. Оған барлық жағдайлар жасауға тырысамыз. Қадірменді көрермендер, мынау бір хабардың аясында елімізде, Қазақстанда сурет өнерінің дамуы туралы барлық мәселелердің барлығын көтеріп, оны талдап тастау тіптен мүмкін емес. Енді осы әңгіменің бәрін қорытындыласақ, әрине біздің қазақ бейнелеу өнеріндегі ұлттық мектептер қалыптасты. Яғни ұлттық мектептер дегенімізде ол қандай? Яғни оның өзінің тақырыбы, ұлттық мәселелерді қозғайтындай ойы бар, идеясы бар. Сонымен бірге жаңағы шеберлігіне келетін болсақ, өзінің жаңағы ұлттық кеңістікті бере беру, көрсете білу ерекшелігі бар. Бір сөзбен айтқанда ұлттық реңі бар, жаңағы ұлттық мектептер бізде қалыптасты. Ал бүгінгі күнде сол ұлттық мектепті қолдау, ары қарай дамыту алдағы тұрған мәселе деп ойлаймын. Даму процесі, толықтыру процесі жүріп жатыр. Ол қырынан үлкен еңбектер атқарылуда. Ол бойынша жаңағы айтып кеткендей, кеңес өкіметі тұсында біз мынау Мәскеу Ленинградтан ары аспайтынбыз. Мына қазір жаңағы Болат бауырым айтқандай, қазір үздік әлемдегі үлкен жетістікпен сусындайтын мүмкіндік туындаған. Импрессионизм іздерімен деп алдыңғы жылдары Францияға шығып келді. Оның мына алдында Каталония өнеріндегі үлкен жаңағы болмыстар, мынау сюрреализм болсын, мынау кубизм болсын, қалай дүниеге келген шыңдарына біздің студенттеріміз барып көріп сусындаған жағдай бар. Осының барлығы дерлік еңбектер, үлкен еңбектер ертең Байтұрсынаға айтып кеткендей үлкен тұлғаларды дүниеге алып келеді. Осындай процесстер жүріп жатыр. Болашақта қазақ бейнелеу өнерінде үлкен Қастеев дейміз бе, Телжанов дейміз бе, қабілетті, ерекше дарынды жастарымыздың шығармашылық әлем бағалаған еңбектер шығады деген сеніміміз мол. Біздің мына бейнелеу өнер саласында біз тек қана бұл әлемдік деңгейдегі атақты суретшілер бар ғой. Мысалы біз қазір ескі Рембрандт, Леонардо деп жатырмыз. Қазір кейінге келетін болсақ та мына Уорк дейміз, Роквелл Кент дейміз. Мысалы сондықтан сондай біздің ішімізден де сонда әлде Ван Гог деп айтамыз. Сондықтан әлемдік деңгейдегі өнерді істейтін сондай жастарды тәрбиелеуімізге тырысып жатырмыз біз мысалы. Сондықтан да сол әлемдік деңгейге көтеретін жастарымыз көбейсін, және сол үшін біз еңбектенеміз. Бейнелеу өнердің ұлттық мектебін қалыптастыру деген, оны дамыту деген жағдайда, мынау қазіргі біздің баллон системасы, соның кейін жаңағы Европа менен жаңағы қатар жүруіміз керек деген әңгіменің барлығы, ол өнер мектебінің саясатына сыймайтын нәрселер. Өнер тіпті анау коммунистік кезеңнің өзінде мынау өнерді оқытатын оқу орындарының барлығында бір ерекшелік заңдылығы болатын. Өйткені өнердің ерекшелігін әр вуз өзі шешеді деген шешім болған. Жоғары мектептің қағидасында. Сондықтан ол мәселе қазір жоқ. Бізді бәрімізді жаңа баллон системасы бойынша әкеліп, жаңағы техникалық вуз болсын, гуманитарлық вуз, бәріне бірдей өнерді соған қазір біздік мойнымызға қамыт кигізіп отыр. Менің ойымша осы үлкен қателік. Егер біз осымен қарай бара беретін болсақ, жаңағы ұлттық мектеп, өнердің ұлттық мектебі деген мәселені біз шеше алмаймыз. Өйткені біз Европаға суретші дайындамаймыз, біз Қазақстанға дайындаймыз. Сондықтан біздің Қазақстанға дайындалу үшін жаңағы Телжановтың өнерін үйренуіміз керек, Қастеевтің өнерін үйренуіміз керек. Сондықтан біздің ұлттық дәстүр анау атамыздан келе жатқан жаңағы түркі дәуірінің скульптурасын,
анау тамғалыдағы тастың бедерлерін, міне осылардың біз жаңағы программамызға кіргізуіміз керек. Егер ол болмаса, онда біздің баллон системадан ешқандай қазақ өнері шықпайды. Рахмет. Қадірменді көрермендер, ғылыми кеңесте бүгін сіздер Қазақстандағы көркем сурет өнерінің дамуы туралы әңгіме тыңдадыңыздар. Еліміздің мәдениеті өркендеп, көркем суреті халыққа қызмет ете берсін деген тілекпен, үлкен дәрежеге көтерілсін деген тілекпен бүгінгі хабарды аяқтаймыз. Назар салып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.